Бүгін мен қызыма сандарды тез әрі оңай жаттау тәсілін үйретіп жатырмын. Бұл жерде 5 саны. 5 санын бұл сандардың ішінен тауып бояп жатыр. Мынау қандай сан? 5. Жарайсың. Ал қазір қандай сан бояп жатсың? 1. Мына қандай түс? Көк. Жарайсың. Міне осылай сандарды бояйды және түстерін ажырата алады. Мына қараңыздар. Міне саған осындай смайлик берем. Саған ұнады ма? Иә, ұнады, иә. Осындай керемет. Егер де сандарды шетінен шығарып бояйтын болсаң, мен саған мынандай смайлик берем. Осы ұнай ма саған? Ұнамайды, иә. Сол үшін мынандай смайлик алу үшін талпынып сен сандарды шетіне шығармай боя. Жарай ма? Сонда сенің жазу үлгіңде дұрыс алатын болады. Бояй бер, қызым. Енді қараңыздар. Мен мынандай көңілді сандар деген кітапшаны құрастырып шығардым. Білесіздер, мен неше жылдық ұстаздық тәжірибем бар. Балаларға қандай түрде жеңіл үйретуге болатынын білеміз. Енді қараңыздар. Мына жерде 0 саны. Бұл қандай түс деп балаға үйретесіз бірінші түсті. Және бұл қандай сан? Бұл 0 сан. 0 санын жаттатқаннан кейін мынау сандардың ішінен бала өз еркімен 0 сандарын тауып бояп шығатын болады. Қандай түске бояп атқанын сұрайсыз. Және шетіне шығармай бояуын үйретесіз. Себебі баланың жазу үлгісі дұрыс көркем жаза білу үшін бала бірінші сурет бояудан бейімделеді ғой. Сол үшін мынау сандарды бояғанда шетіне шығармай бояу керек. Енді осылай сіз сандардың бәрін үйретесіз. Барлық 1-ден 9-ға дейін сандарды осылай боятып, сандарды сұрап, түсін сұрап, шетінен шығармауын қадағалайсыз. Егер сандарды дұрыс айтып жатса, осындай смайликпен бағалайтын боласыз. Егер бала дұрыс айтпай жатса, осындай смайликтердің түр-түрі бар. Мына смайликтермен бағалайсыз. Егер бала сіз 9 санын үйретіп жатқанда 5 саны деп айтатын болса, осы смайликті көрсетсеңіз, ол бала біледі. Өзінің дұрыс айтып жатқан жоқ екенін. Сол санды дұрыс айту үшін, мынандай смайлик алу үшін ол бала талпынады. Осылай балаға тез сандарды үйретіп шығасыз. Осындай смайлик тәсілдері арқылы. Содан кейін сандарды үйреніп, жаттап болғаннан кейін міне есептерге көшеміз. Ал бұл есептердің өзі де қызық. Бұл жерде түстерді үйренеді, сандарды үйренеді. Және мынау мысалға 1-ге 0-ді қоссақ қанша шығады? Сол санды мына жерде тауып бояйды. Сонда мына жерде бір керемет сурет шығады. Міне сенің салған суретің деп те баланы мақтап, мадақтап, баланы арғырай қызықтыра аласыз. Бұл жерде әртүрлі суреттер бар. Сол суреттерді өзі бояп шығып, арғырай құрастырып, сандарды есінде сақтайды. Сосын балалар қалам ұстап бояған кезде оның есте сақтау қабілеті дамиды. Қалай? Себебі саусақ ұштарымен жұмыс жасау арқылы миға сигнал барады. Сол үшін балаға саусақпен жұмыс істеуді көп үйрету керек. Енді осы суреттерді бояйды бала. Бояғанда да шетіне шығармай бояп үйретсеңіз, көркем жаза білетін болады. Бет алды бояп, шетіне шығарып бояйтын болса, немесе оны краскамен жұмыс жасап үйреткізіңіздер. Баланың онда да жаңағы жазу үлгісі дұрысталады. Себебі бала шетінен шығармай, өзінің жаңағы фантазиясымен бояйтын болса, онда балаға ол үлкен көмек болатын болады. Енді осы тәсілдермен есептерді шығарып, көңілді математикамен сандарды үйрете аласыз. Бір кітаптың көмегімен қаншама балаға көмектесе аласыз. Осы көңілді
сандар кітабы арқылы көмектесе аласыз. Және баланың есте сақтау қабілетін, зейінін дамытасыз. Осындай смайликтер арқылы бағалап, бала тез үйренетін болады. Бұрынғы тәсілдермен балаларды ешқашанда үйрете алмаймыз. Қазіргі балалар сотка көреді, дамыған альфа дәуірі ғой, енді альфа балалар ғой бұлар қазір енді. Енді осындай